Бұл бейне сабақта біз тағы да кинематикаға қатысты ең көп кездесетін есептердің біреуін шығаратын боламыз. Сонымен мен вариант берілгенін оқиын. Ұзындығы 240 метр поезд арқылы поезд бір қалыпты қозғалыс барысында ұзындығы 360 метр көпірде 2 минутта өтеді. Пойыздың жылдамдығын анықтаңыз. Енді қарайық, біз бұны сызба түрінде жазайық, немесе бірінші берілген жазу керек. L пойыздың ұзындығы тең болады бізде 240 метр. Бұл пойыздың ұзындығы. Енді оның өту керек көпірдің ұзындығы, L көпірдің ұзындығы тең болады 360 метр. Және де осының бәрін ол 2 минутта өтіп кетеді екен, осы көпірді. Та тең 2 минут. 2 минутты секундқа айналдырамыз, жалпы кез келген уақытты секундқа айналдырамыз есептеу кезінде. 2 минутты секундқа айналдырсақ 120 секунд болады. 1 минутта 60 секунд бар, 2 минутта 120 секунд бар. Бізде осы пойыздың жылдамдығын табу керек. Енді мен сызбамен түсіндірейін. Ең бірінші мынау пойыздың ұзындығы. Мынау L пойыздың ұзындығы. Ал ол әлі көпірге кірген жоқ. Мынау көпір деп есептейміз. Көпірдің ұзындығы 360 метр. Мынау L пойыздық, мынау L көпір деп алайық. Енді бізде пойыздың басы мына жерге жеткенімен, оның аяқтары әлі де көпірдің ішінде жатады. Сонда бізде ол толық көпірді басып озу керек. Сонда мынау ұзындық толығымен ең соңғы вагоны мына жерге келу керек. Міне осылай толық өтті деп осыны есептейміз біз. Сонда бізде әлі пойыз жүру керек. Неше? Мына жерге келу керек деп есептейтін болсақ, пойыз сонда қанша метр жер жүру керек? Өзінің ұзындығын және көпірдің ұзындығын қосқандағы жол. Ол кезде екеуін қоссақ, яғни 240-қа 360 қоссақ 500 болады. Сонда пойыз ең соңғы вагоны жалпы 500 метр жерді жүру керек екен. Яғни ол 500 метр жерді жүріп өткен, Т 320 секунд деп айттық. Енді бізге не керек? Жылдамдық керек. Жылдамдықты табу үшін жолды уақытқа бөлеміз. S бөлінген Т. 500-ді 120-ға бөлеміз. Жоқ, 600 деген мынау. 240-қа 360 қылсақ 600. 600-ді бөлеміз 120-ға. Мұнан 1-0 мен 1-0 кетеді. Қысқарып кетті. 60-ды 12 бөлеміз 5. 5 метр секунд. Бұл пойыздың жылдамдығы. Бізде құрметті ОБТ тапсырушы, біздің мына ВКонтакте парақшамыз. Осы парақшаға тіркеліңіздер, каналға тіркеліңіздер. Бізде физикадан онлайн курстар өтеді, бағасы өте арзан бағада. Толық ақпаратты мына топқа кіріп админге жеке жазсаңыз немесе обсужденияларын ақтарсаңыз толық ақпаратты осы топтан тауып ала аласыздар. Келесі бейне сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.